Бүгінгі мамандықтар әлемін ашамыз атты республикалық форумына біздің отбасымыздағы мамандықтар тақырыбын баяндайтын боламын. Біздің отбасымызда ата кәсіп ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ата-әжелеріміз шопан болған, мал шаруашылығымен айналысқан. Шопан таяғы олардың еңбегінің белгісі. Бүгінде біз сол ата дәстүрді құрметтеп, жалғастырып келеміз. Біздің аталарымыз ағайынды Қасымхан мен Әлихан Лесбаевтардың совхозға еңбектері ұшан теңіз. Жүктелген іске жауапкершілікпен қарайтын, жем-шөп қорын асқан үнемшілдікпен жұмсай білетін ағайынды шопан аталарымыз іс-әрекетіне совхоз мамандары үнемі ризашылықтарын білдірген. Үлкен атамыз Лесбаев Қасымхан ширек ғасыр бойы белгіленген жоспарды орындап, жарыс тұғырынан түспеген адам. Еңбегі бағаланып, халықтар достығы орденін кеудесіне таққан ауылымыздың тұңғыш азаматы. Ал атам Лесбаев Әлихан 3-ші дәрежедегі даңқ орденінің иегері атанған. Әлихан атамыз өзінің тәжірибесін әкеміз Лесбаев Русланға үйретуден жалыққан емес. Атамыз зейнеткерлікке шыққаннан кейін өзінің ата кәсібін әкемізге үйретіп, қазіргі уақытта Жарма ауданы Қапанбұлақ ауылындағы Аққора қыстағында Руслан шаруа қожалығын басқарып отыр. Әкеміздің шаруа қожалығында 1000 бастан аса қой мен ірім қаралары өсуде. Осынша малды баптап өсіру үшін де қажырлы еңбекті, малдың қыр-сырын білу қажет. Әкеміз артынан ерген 6 ұлына осы мал шаруашылығын қалай өсіру керектігін, мал түлектерін санын көбейту жөнінде үнемі ақыл кеңесін беріп отырады. Біздің отбасымызда ата кәсіп пен ұлттық дәстүр әрдайым жоғары бағаланады. Соның ішінде әкеміздің атбегілік өнері біз үшін ерекше мақтаныш. Әкеміз жылқы малының бабын тауып, оны күтіп баптаудың қыр-сырын терең меңгерген нағыз атбегі. Бұл өнер оған ата-бабадан дарып, жылдар бойғы тәжірибе арқылы шыңдалған. Әкеміз бізге де атбегіліктің мәнін үйретіп келеді. Жылқыны тану, оның мінезін түсіну, дұрыс күтім жасау, баптау, бәрі де үлкен сабыр мен жауапкершілікті талап етеді. Атбегілік жай ғана спорт емес, ол еңбек, төзім және жануарға деген құрмет. Әкеміз әрдайым аттың бабын тапсаң бағың жанады деп айтып отырады. Осы еңбектің нәтижесіне біз талай жарысқа қатысып, жеңіс тұғырынан көріндік. Әрбір жеңіс маңдай тердің, тынымсыз еңбектің жемісі. Жарыс алдындағы дайындық, аттың күтімі, күнделікті жаттығулар бәрі де үлкен тәртіппен атқарылады. Әкеміз бізге тек жеңіске жетуді ғана емес, жеңіске лайық болуды, яғни адалдық пен еңбекқорлықты үйретеді. Біздің отбасымыздың өмірі ауыл шаруашылығымен, еңбекпен және табиғатпен тығыз байланысты. Жаз мезгілі басталысымен біз үшін ең жауапты әрі ең қарбалас кезең басталады. Жаз бойы қыстықта еңбек етіп, малдың жағдайын жасап, қора қопсын ретке келтіріп, шөп дайындаумен айналысамыз. Бұл жұмыс тек міндет қана емес, ата-бабамыздан қалған өмір салты. Ата-әжелеріміз де, әкеміз де осы қыстақта маңдай терін төгіп, адал еңбектің қадірін бізге үйретіп келеді. Ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлесімізді қоса беруге дайынбыз. Еңбек береке бастауы, ал қыстақтағы жаз өмір мектебі.